Баршаларыңызға да ассалаумағалейкум, арнама қош келдіңіздер. Бұл әңгіме дұғаның кереметтілігі және де құдірет күші Алланың мейірімі шексіз екендігін көрсетеді. Осы әңгімені соңына дейін тыңдай отырып, жүректегі мейірімділікті сезіне отырасыз. Пәкістандық дәрігер Ишан Хусейни медицина саласында жасаған ерен еңбегі үшін марапат алуға халықаралық бір үлкен конференцияға бара жатқан еді. Ұшаққа отырды, бірақ ауа райы күрт өзгеріп, найзағай ойнағандықтан ұшақ ең жақын жердегі әуежайға қонуға мәжбүр болады. Бұдан кейінгі ұшақ 16 сағаттан соң ұшатын еді. Ызалы түрде ол, конференцияға міндетті түрде үлгеруім керек. 16 сағат күте алмаймын деді. Ашуға мінген дәрігер. Әуежай қызметкерлері баратын қаласы 6 сағаттық жерде екенін айтып, қаласа машина жалдап бара алатынын айтты. Хусейни асығыс жолға шығады. Бірақ қатты жаңбыр жолды көрсетпей, ақыры соңында селдің салдарынан көлік жолда жүре алмайтындай жағдайға жетті. Дәрігер жолдың шетіндегі ескі бір үйдің есігін қағып, жылдам ішке кірді. Үйде қартаң бір әйел отыр еді. Дәрігер асығыс түрде оған телефоныңды бере тұршы, қоңырау шалуым керек деген еді. Сол кездегі қартаң әйел: балам-ау, көрмей тұрмысың. Бұл жерде телефон түгілі электр қуатты да жоқ. Келе ғой, біраз демал, тамақ іш, шай іш, содан кейін ол жұмысында көре жатарсың дейді. Жігіт шарасыз түрде қартаң кісінің айтқандарына келісіп, біраз жылынып, тамақтанып болып, шай ішіп отырған уақытта әйел кісі намаз оқып, ұзақ дұға етті. Аллаға жалбарынды. Хусейни назар салып қарап, әйелдің бір бесікті тербетіп жатқанын және бесікте қимылсыз кішкентай нәрестені жатқанын көрді. Кейін одан мұншалық жылап, дұға қылардай не жағдай болды? Мынау кімнің баласы, апатай, деп сұрады. Қартаң әйел: бұл анасынан да, әкесінен де жетім қалған немере. Ауыр дерті бар. Жақын маңайдағы дәрігерлер ешбір емін таба алмады. Ишан Хусейни деген дәрігер бар екен. Емін тек сол біледі дейді. Бірақ ол өте алыста. Оған жету үшін бірнеше күн жол жүру керек. Шарасыздан Алла бұл сәбидің дертіне жеңілдетіп, шипасын берсін деп Алладан күнде дұға тілеймін. Сол сәттер дәрігер Хусейннің көз жасына ерік берген еді. Екі бетін жас жуған күйі: тұршы апатайым, Алла сенің дұғаңды қабыл қылды. Сенің дұғаң көктен найзағай ойнатып, ұшақты жерге қондырды. Аспаннан жаңбыр жауғызып, жер жүзін селге айналдырып, мені сізге алып келді деген екен. Алла құлдарына қалағанын осылайша береді. Бүкіл жол жабылып қалған болса да, көктерді жаратқан Аллаға сыйынайық. Мынаны біліңіз, әр нәрсенің шешуі дұғада. Дұғаны қабыл алушы тек қана бір Алла тағала. Дұғада болайық ағайын. Ғибаратты әңгіме ұнаса, көңілдеріңізден шығып жатса, пікірлеріңізді жазып, арнама қолдау ретінде тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің бүкіл тілеген дұға тілектеріңіз Алла тағала қабыл етсін. Ассалаумағалейкум.